күн 14 ақпан халықаралық кітап сыйлау күніне орай облыстық арнаулы кітапхана кітап қазына презент тайм сыйлық сыйлау уақытын ұйымдастырып отырмыз. Біздер яғни бүгін әріптестерімізбен бірге өздерімізге ұнайтын және есімдеріміздің бастапқы әрпінен келетін әртүрлі жанрдағы кітапты бір-бірімізге сыйлайтын боламыз. Ендеше кеттік. Есімім Ақторғын. Бүгін мен Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша кітабын алып келдім. Қазіргі кезде осы кітап көп оқылды дейді. Бұл кітапта Шерхан Мұртаза өзінің балалық шағын бейнеленген. Басты кейіпкер өзінің анасы Айша туралы, Айшаның тағдыры туралы айтылған. Бұл кітапты әріптесіме сыйлаймын. Бүгін өзімнің сүйікті кітабымды Эмили Брандты сыйлаймын әріптесіме Трудовой перевал, зарубежная классика. Өзім сүйікті әріптесіме сыйлаймын. Рахмет. Менің есімім Татмира, менің таңдап алған сүйікті кітабым, яғни қазіргі жастар арасында тренд болып жатқан кітап, қазақ әдебиетінің эстетикасы тармақтар, яғни махаббатты жеткізетін тармақтар. Осы сүйікті кітабымды әріптесіме сыйлаймын. Махаббаттың баяндамасы. Менің есімім Айдана. Мен Абайдың қара сөздерін және фамилиям Гумарова Гүлнар Жандосованың кітабын әріптесіме сыйлаймын. Менің есімім Раушан, тегім Исанова. Мен бүгін қазақтың көрнекті жазушысы Дулат Исабековтың соғыс жылдарында жазылған жарық көрген тыныштық күзетшісі кітабын әріптесім Гүлбануға сыйлаймын. Бұл кітапта соғыс жылдарында соғысқа бара алмай, өзінің ақыл кемістігінен соғысқа бара алмай қалған Демесін деген жігіттің тағдыры туралы баяндалған. Әріптесім Гүлбануға сыйлаймын. Мен есімім Гүлбану, тегім Қажғалиева, қай әрпіне Қабдеш Жұмаділовтың «Бір ғана ғұмыр» атты әңгімелер жинағы біздің басшымыз Марфа Кеңесқызына сыйлаймын. Мен Марфа Кеңесқызына кітап сыйлау күніне әріптесім Әсемге мен қазақпын деп жырлаған Жұбан Молдағалиев туралы қамтамалы кітапты сыйға тартамын. Рахмет. Менің есімім Әсем. Кітап сыйлау күніне орай балаларға арналған әңгімелер жинағын әріптесім Мейрамбекке сыйлаймын. Менің есімім Мейрамбек. Бүгінгі халықаралық кітап сыйлау күніне жергілікті өлкетанушы Оралдың музейге атанған Саратан Абайұлының музей ғылымға қабылдаған кітабын әріптесім Эльмира сыйлаймын. Менің есімім Эльмира, түрік жазушысы Элиф Шафактың тест кітабын әріптесіме сыйлаймын. Менің атым Умекен. Мен бүгін әріптесіме Бигелі Габдуллинің «Ұлы қош» атты кітабын сыйлаймын. Бұл тарихи эссе кітабы. Менің есімім Кербес. Сыйлайтын кітабым «Как продать что угодно, как угодно». Продавцами становятся, а не рождаются. Если я смог сделать это, то у вас тоже получится. Джо Жирард. Менің есімім Гүлмайра. Менің сыйлайтын кітабым белгілі түрік авторы Ришат Нури Гүнтекиннің «Үзілген жапырақтар» көркем туындысы. Бұл көркем туындыда отбасылық құндылықтар, адам және дәстүр, сонымен қатар адамгершілік мәселелері туралы сипатталады. Осы кітапты халықаралық кітап сыйлау күнінде әріптесім Айжан Қайратқызына сыйлаймын. Менің есімім Айжан. Кітап сыйлау күніне орай Мәди Айымбетовтың 18 ғасырда қазақтың бас ханы болған Әбілқайыр ханның жары Бопай ханымға арналған кітабымды әріптесім Гүлнар Ибатқызына сыйлаймын. Менің есімім Гүлнара, тегім Салыхова, соғыстың соңғы жесірі Шерхан Мұртазаның шығармасын соғыс туралы Ақторғын Бауыржанқызына сыйлаймын.